Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі пәнінен 16-шы сабақ ю әрпінің жазылуы тақырыбын өтеміз. Балалар, 65-ші жаттығуға қараймыз. 65-ші жаттығу өлеңді көшіріп жазып, қарамен жазылған сөздің астын сыз. Күнде тәртіп бұзыпты, кішілерді сүзіпті, миуаны үзіпті, мүйізіне тізіпті. Авторы Қадыр Мырза Али. Балалар, миуа сөзінің жазылуына назар аударайықшы. И утре балалар, бұл жерде ю әрпі жазылмаған. Миуа. Жақсы балалар, миуа сөзінің мағынасын оқулықтың соңындағы түсіндірме сөздіктен қарап біліп алыңдар. Балалар, миуа дегеніміз ол ағаш екен, жақсы балалар. Жарайсыңдар. 66-шы жаттығуға қараймыз. Сөздерді көшіріп жаз, олардың жазылуын есіңе сақта. Миуа, айуан, хайуан, хайуанат. Осы сөздерді қатыстырып, сөйлем құрап айт. Миуа ағашының көлеңкесіне бір қозы демалып жатыр. Хайуандарға тиісуге болмайды. Атам мені ертең хайуанаттар бағына алып барады. Жақсы, келесі жаттығуға қараймыз. 67-ші жаттығу. Мәтінді көшіріп жаз. Ю әрпі бар сөздердің астын сыз. Юраға әкесі Юпитер ғаламшары туралы түсіндірді. Юра Юпитердің ең үлкен ғаламшар екенін білді. Ол Юпитерге ұшып баратын зымыран ойлап таппақ болды. Балалар, енді осы мәтінді көшіріп жазамыз. Юра, Юпитер деген сөздердің астын сызып қоямыз. Балалар, дерек көздерде Юпитер туралы жазылған екен. Юпитер ол есе қырған. Ол күн жүйесінің 5-ші ғаламшары. Юпитер күн жүйесіндегі ең үлкен планета. Көлемі бойынша Юпитер жерден 1300 есе, ал ауырлық күші бойынша 317 есе асып түседі. Юпитер Марс пен Сатурн арасында орналасқан және күн жүйесінің 5-ші планетасы. Планета Рим мифологиясының жоғарғы құдайы Юпитердің атымен аталды. Жақсы, жарайсыңдар. Енді балар, келесі жаттығуға қараймыз. Шығармашылық үзіліс. 68-ші жаттығу. Суреттегілерді тиісті орнына қойып, өлеңді оқы. Жаю керек. Нені жаю керек? Көрпені. Нені шаю керек? Ыдысты. Нені қию керек? Матаны. Нені кию керек? Көйлекті. Сонда балалар, көрпені жаю керек, ыдысты шаю керек, матаны қию керек, көйлекті кию керек деген өлең шықты. Жақсы, жарайсыңдар. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Каналға тіркелеміз, лайк басамыз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар балалар.